Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Нұргүл, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте оңай дайындалатын, жұп-жұмсақ, дәмі керемет болып шығатын тіске басардың рецептімен бөліскім келеді. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, бірге жасап көрсеңіздер болады. Жасалу жолы өте оңай, тез дайын болады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көрсеңіздер болады. Ең әуелі таза ыдысымызға бөлме температурасында тұрған 1 кесе айранымызды құйып, үстінен 2 жұмыртқа, 1 ас қасық қант, 1 шай қасық тұз және 1 шай қасық қопсытқышты салып, жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз. Толық құрамды описание бөліміне жазып қалдыратын боламын, сол жерден қарап жасап көрсеңіздер болады. Біркелкі етіп араластырып алғаннан соң сырды үккіштен өткізіп, дайын массамызға қосамыз. Егер сыр үйлеріңізде болмаса, сыр қоспай жасасаңыздар да болады. Сонан соң көк пиязды майдалап, турап қосамыз. Қаласаңыздар, ас көкті де турап қоссаңыздар болады. Барлығы біркелкі болғанша жақсылап араластырып аламыз да, сонан соң алдын ала електен өткізіп дайындап қойған ұнымызды бірте-бірте қоса отырып қамыр илейміз. Ең бірінші шанышқының көмегімен араластырып, сонан соң қолымыздың көмегімен жұп-жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз қолға жабысатындай болып шығады. Ұнды көп етіп қосып жібермеңіздер. Қамыр жұп-жұмсақ болуы қажет. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Оны ашытып қоюдың қажеті жоқ. Дайын болған қамырымызды жайып, бірден жасай беретін боламыз. Қамырымызға ұнды себе отырып, оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен түрлі пайдалы, қолжетімді рецепттермен бөлісетін боламын. Кесуге ыңғайлы етіп, осылай 4 бұрышты етіп жайып алдым. Енді оны кесіп дайындаймыз. Осылай 3 бөлікке бөлеміз де, сонан соң оны тура видеодағыдай ұзыншалап кесіп аламыз. Пышақтың көмегімен кессеңіздер де болады. Осы арада майымызды қыздырып қоюды ұмытпаймыз. Барлығын осылай кесіп дайындап алған соң, қызып тұрған майда 2 беті қызарғанша пісіріп аламыз. Майымыз қатты отта болмау қажет, себебі тез пісіп, ортасы піспей қалуы мүмкін. Сол үшін орта отта 2 беті қызарғанша кезек-кезек ауыстыра отырып пісіріп аламыз. Осымен біздің тіске басарымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Достар, егер видео пайдалы болған болса, лайк басып, пікір қалдыруды да ұмытпаңыздар. Әлеуметтік желі арқылы достарыңызбен, туыстарыңызбен бөліссеңіздер де болады. Видеоны соңына дейін тамашалағандарыңызға рахмет. Ас болсын.